Қазақ әдебиетінің шыңы, жары да, жолдасы да, жалғыз аты болған көкшенің дүлдүлі мен дауа төсін дүбірге бөлеген өрен жүйріктің арасындағы ерекше байланыс. 1300 жылғы бәйгеге түскен Сағынайдың асы, перінің пыраға атанған көкшетаулық бұланың қырғын жорығы, соққы батыраштың қастандығы. Олай болса, назарларыңызда. Қазақ әдебиетінде жарқын із қалдырған тума талант иесі Ілияс Жансүгіровтің қаламынан құлагер сынды кең тынысты кемел туынды дүниеге келеді. Тұсында пері болсын, сері болсын, ұнайды өмірімен ақан маған деп атап өткендей, тәтті әндермен халық сүйіспеншілігіне бөленген ақан серінің трагедиясы және жан серігі құлагердің тағдыры көрсетіледі. Сағынайдың асы, даланы дүр сілкіндірген ұлы жиын, 500 ақ үй тігіліп, күллі қазақ бас қосқан сәт, 100-ден жүйрік, мұннан тұлпар, құлагер, тәует бас, қамыс құлақ жануардың, бағы ашылған күн. Аламан бәйге, шаң қауып шапқан 100-деген тұлпар. Құлагер, дала желмен жарысқан, жалғыз оқ. Бірақ, тасада арамдықты қылып тұр. Батыраштың қызғаныштан көзі қарайып, қастандыққа бел буған сәті, гүрс еткен дыбыс. Құлагер құлады. Әдиет пен адалдық бірге құлаған сәт. Дала үнсіз қалды. Ақанның ащы зары. Қош, енді қалдың кейін, құлагерім. Тұлпарын құшақтап еңіреген серінің қасіреті. Ол жай ғана ат емес. Ақанның жаны, рухы, жалғыз серік еді. Олар бір тағдырдың екі бөлігі болатын. Ілияс Жансүгіров бұл дастанды тек тұлпар үшін жазған жоқ. Бұл қазақ рухының еркіндігі мен әділдік жолындағы күресінің символы. Жауыздыққа қарсы тұрған қайсарлықтың жыры. Құлагер, өшпес тарих, өлмес мұра.